марафонның нәтижелерімен қазір сіздермен бөлісетін боламын. Енді осы жерге міне Айсұлу ханымдікін назар аударыңыз. До марафон бізде 391 сағат болған. Марафоннан кейін 451 сағатқа өскен, яғни 60 сағат бір күнде жинаған. Егер дәл осылай 60 сағаттан жинап отыратын болса, 4000 сағат межесін жылдам жинауға болады. Ал енді неде 826 сағат Рахия ханым, ал екісі күні уже бірден марафон нәтижесі сезіліп отыр, яғни 933 сағат жинаған. Яғни бұл жерде бұл ханым бізде 100 сағаттай қосқан. Бір күнде егер дәл осылай жалғастыратын болса, монетизацияға жылдам бір айдың ішінде жетуге мүмкіндік алады. Ал енді осы шәкірттерім арасында ең үздіктерімен таныстырғалы отырмын. Бір күнде 277 сағат жинаған шәкіртім бар, және де бір күнде 188 сағат жинаған шәкіртім бар. Негізі осы марафон нәтижесінде мен берген инструменттің арқасында бір күнде 100 сағат пен 300 сағат арасында жинауға мүмкіндік бар.